Сәлеметсіңдер ме? Бүгін мен уақыт өлшем бірліктері туралы айтамын. Уақыт өлшем бірлігінің негізгі бірден бір құралы ол сағат болып табылады. Қарасаңдар, мына жерде екі стрелка тұр, иә? Бұны біз тілі дейміз, сағаттың тілі. Біз сөйлеген кезде тіл арқылы сөйлейміз ғой, ал сағат та тіл арқылы сөйлейді екен. Оның қысқа және ұзын болып екіге бөлінеді. Бұл жердегі қысқа тілі сағатты айтса, ал ұзын тілі минутты көрсетеді екен. Қысқа тілі аз қозғалады, ал ұзын тілі көбірек қозғалады. Және де сағат оң жақ және сол жақ бөлігі болып екіге бөлінеді екен. Оң жақ бөлігіндегі сандарды көрсетіп тұратын болса, сағаттың ұзын тілі, ол кезде біз кетті деп сөйлейді екенбіз. Ал сол жақ бөлігін көрсетіп тұрса, сағаттың ұзын тілі, ол кезде қалды деп сөйлейді екенбіз. Және де мына жерде көріп тұрсыңдар, сағаттың сыртында сандар тұр, 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 деп. Бұның барлығы біздің негізгі минуттарымыз болып саналады. Енді қарап тұрсаңдар, әрбір сағат әр санға аттап жүрген сайын 5 минут уақыт өтеді екен. Бұны біз минут деп айтамыз, және 5 минуттан уақыт кетеді екен. Мысалға 00-ден сағат 1-ге дейін жүрсе, 5 минут кетеді. 1-ден 2-ге дейін жүретін болса, тағы 5 минут кетеді. Алдындағы 5-ке 5 қосқан кезде 10 минутке болады екен сонда. 2-ден 3-ке қарай жүрген кезде де 5 минут өтеді. Алдыңғы 10-ға 5 қосқан кезде 15 минут кетеді. Осылай әрбір жылжыған сайын, әр санға көшкен сайын 5 минутта жылжып отырады екен. Және де оң жақ бөлігіндегі сандарды көрсететін болса, кетті деп айтамыз, ал сол жақ бөлігінде қалды деп айтады екенбіз. Соны ешқашан есімізден шығармаймыз. Ал енді бірге сағатты айтып үйренетін боламыз. Мен жаңа алдында айтып өттім, сағаттың қысқа тілі ол сағатты көрсетеді, ал ұзын тілі минутты көрсетеді. Және сағатты айтқан кезде бірінші сағаттың қысқа тілі қай санды көрсетіп тұр? Бірінші сол санды айтамыз, одан кейін ұзын тілі қай санды көрсетіп тұр? Соған барамыз да, соны айтамыз, және минуты, ол қандай минутты көрсетеді, соны айтатын боламыз. Енді қараймыз, бізде сағаттың қысқа тілі де, ұзын тілі де 12-ні көрсетіп тұр. Сондықтан бірінші сағаттан бастаймыз. 12 үстіндегі санды айтамыз 00. 12:00. Яғни бұны біз сағат 12 болды деп айтамыз қысқаша. Сағат 12:00 немесе сағат 12 болды. Электронды сағаттарда міне сол жақ төменгі жағында көрсетіп тұр қызылмен 12:00. Электронды сағатта осылай көрсетіледі. Ал сағатты тілмен көрсетілетін болса, мінеке осылай айтамыз. Механикалық сағаттарда сағат 12 болды. 12:00 болды. Келесі тағы да қайталап айтамын. Сағаттың қысқа тілі сағатты көрсетеді, ұзын тілі минутты көрсетеді. Бірінші қысқа тілден бастап айтамыз. Бірінші сағаттың қысқа тілі қай санды көрсетіп тұр? 12-ні көрсетіп тұр, 12 сағаттың ішіндегі сандарды айтамыз. Сыртындағы сан ол минут. Оған қарамаймыз. Сағат 12 және ұзын тілі 1-ді көрсетіп тұр. 1-дің сыртында неше көрсетіп тұр? 5. Демек 12-ден 5 кетті. Сағат оң жақтағыны біз кетті деп айтамыз. 12-ден 5 кетті. 12-ден 5 минут кетті. Және электронды сағатта міне сол жақ төменгі жақта көрсеткендегідей 12:05 деп көрсетіледі. Енді қараймыз. Сағаттың қысқа тілі сағатты көрсетеді, ұзын тілі минутты көрсетеді. Бірінші қысқа тіліне қараймыз. Қысқа тілі қай санда тұр? Қысқа тілі 12-ні көрсетіп тұр, 12. Ал ұзын тілі 2-ні көрсетіп тұр. 2 дегеніміз бізде 10 деген сөз. Бағанағы 1-дегі тұрғанға тағы 5 минутты қосамыз, сонда 10. Демек, сағат 12-ден 10 минут кетті. Ал электронды сағатта 12:10 деп көрсетіледі. 12-ден 10 минут кетті.
сағаттың қысқа тілі 12-де, ұзын тілі 2-ні көрсетсе, 12-ден 10 минут кетті деп айтамыз. Келесі сағаттың қысқа тілін қараймыз. Бірінші сағаттың қысқа тілі 12-ні көрсетіп тұр, ұзын тілі 3-ті көрсетіп тұр. 3 дегеніміз ол 15 деген сөз. Демек, сағат 12-ден 15 минут кетті. 12:15 электронды сағатта солай көрсетіледі, ал механикалық сағатта 12-ден 15 минут кетті деп айтамыз. Келесі сағаттың қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 4-ті көрсетіп тұр. 4 дегеніміз ол 20 минут деген сөз. Енді сағаттан бастап айтамыз. 12-ден 20 минут кетті. 12:20 деп электронды сағатта көрсетіледі, ал механикалық сағат бойынша 12-ден 20 минут кетті. Келесі сағаттың қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 5-ті көрсетіп тұр. 5 дегеніміз ол 25 деген сөз. Демек, сағаттан бастап айтамыз. 12-ден 25 минут кетті. 12-ден 25 минут кетті. Электронды сағатта 12:25 деп көрсетіледі, ал механикалық сағат бойынша 12-ден 25 минут кетті. Енді келесі сағаттың қысқа тілі 12-ні, үлкен тілі 6-ны көрсетіп тұр. 6 дегеніміз ол 30, демек 12-ден 30 минут кетті. Енді мұқият суретке қарап тұрсақ, жартысын бүйтіп ортасынан бөліп тастап тұрған сияқты, жартыға бөліп тастап тұр. Демек, біз бұл жерде 12-ні және үлкен тілі 30-ды көрсететін болса, біз 6-ны көрсететін болса, ол 30 минут кетті. Демек, ол жарты деген сөз. Жартыға бөліп тұр. Жарым деп сөйлейміз. 12 жарым болды. 12 жарым, жартыны көрсетіп тұр. Көріп тұрмыз ғой, суретке қарайтын болса, мұқият ортасынан бөліп тастап тұрған сияқты. Демек, бұл жерде 12-ден 30 минут кетті, немесе 12 жарым деп айтамыз. Есімізде сақтап аламыз. 12 жарым. Жаңа айтып өткенімде, енді сөздерді өзгертеміз. Бір бағанадан бері кетті деп айтып жатсақ, жаңа 30 минут кетті дегенде жарым деп айттық. Енді мына жерде қараймыз. Қысқа тілі сағатты 12-ні, ұзын тілі 7-ні көрсетіп тұр. 7-нің сыртына 35 деп көрсетіп тұр. Электронды сағатта біз 12:35 деп айтатын болсақ, ал механикалық сағатта біз 1-ге 25 минут қалды деп айтамыз. Енді қараймыз, неге 25 минут қалды деп айтамыз. Мына жерде біз жартыға бөлдік дедік қой. Мына жерде міне 7 мен 5 қатар тұр, 5-тің сыртында 25 деп жазылып тұр. Демек, біз осы сөзді қолданады екенбіз. Жартыдан 30 минуттан асқан кезде, сағат жартыдан асқан кезде біз бағанағы кетті деген сандар бар ғой мына жерде. 5, 10, 15, 20, 25 деген санды енді келесі жартысына қарама-қарсы бағытта біз қолданатын боламыз. Сол жаққа қолданамыз. Мінекей 7 мен 5 қата тұрғандықтан енді айтамыз 1-ге 25 минут қалды. Сағат 1-ге қарай жылжып бара жатыр өткені. Сондықтан 1-ге 25 минут қалды деп айтамыз. Сол жаққа келген кезде қалды деп сөйлейміз енді. Енді қараймыз, сағаттың қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 8-ді көрсетіп тұр. Енді 8 қай санмен қатар келіп тұр, соған қараймыз. 8 бізде 4 саныменен түрде қатар келіп тұр. 4 санның сыртында 20 деп тұр. Олай болса, сағат 1-ге 20 минут қалды деп сыртындағы 20 сөзін қолданамыз. 4-тің сыртындағы 8 пен 4 қатар келіп тұр. Ал электронды сағатта 12:40 деп мына жердегі санды қолданамыз. Ал механикалық сағат бойынша сағат 1-ге 20 минут қалды. Мінекей, сағат тілі 1-ге қарай жайлап 1-ге қарай жылжып бара жатыр. Келесі санды айтамыз.
мына жартыдан асқаннан кейін, біз мына бағыттағы сандарды біз қолданып отырып айтамыз. Түсіндік қой, иә? Өйткені сағат тілі солдан оңға қарай жылжиды. Сағат тілі мінекей солдан оңға қарай жылжып отырады. Сондықтан да сағат тілін жартыдан асқан кезде біз келесі санды айта отырып сөйлейді екенбіз. Сағат 1-ге 20 минут қалды. Енді қараймыз, сағаттың қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 9-ды көрсетіп тұр. 9-дың сыртында 45 деп тұр, иә? Электронды сағат бойынша біз 12-ден 45 кетті деп айтамыз. Ал механикалық сағат бойынша біз 9-ға қарама-қарсы санды қараймыз. 9-ға қарама-қарсы 3 тұр. 3-тің сыртында 15 деп жазылып тұр. Демек, сағат тілі солдан оңға қарай жүретін болғандықтан біз 12-ні көрсетіп тұрса, біз келесі санды айтамыз. Сағат 1-ге 15 минут қалды деп сөйлейміз. Түсіндік пе? Қарама-қарсы мына жақтағы мына сандарды жаттап алуымыз қажет. Сол кезде бізге сағатты айтқан кезде қиындық тудырмайды. 5-тен бастап 25-ге дейін жаттап алсақ, бізге сағат тілін айту қиындық тудырмайды. Келесі сағаттың қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 10-ды көрсетіп тұр, иә? Оның сыртында 50 деп тұр. Электронды сағат бойынша біз айтамыз 12-50 деп. Ал механикалық сағат бойынша біз қараймыз. Сағат 10 неге қарама-қарсы тұр? 2-ге қарама-қарсы тұр. 2-нің сыртында бізде көрсетіп тұр 10 деп. Мінекей, сағат тілі келесі санды айта отырып, сағаттың қысқа тілі қай санды көрсетіп тұр? Содан келесі санды айта отырып біз айтамыз. Сағат 1-ге 10 минут қалды деп айтамыз. Түсіндік қой? Сағат 1-ге 10 минут қалды. Енді сағаттың тілі, қысқа тілі 12-ні, ұзын тілі 11-ді көрсетіп тұр. Енді бұл жерде қараймыз 12-55, иә? Ал енді бұл жерде 11 қай санға қарама-қарсы тұр? 11 1-ге қарама-қарсы тұр. 1-дің сыртында 5 тұр. Енді келесі санды айта отырып, келесі сан бізде 1, иә? 1-ге 5 минут қалды дейміз. 1-ге 5 минут қалды деп сөйлейміз. Мінекей, уақыт өлшем бірліктерін айту және де уақытты дұрыс айтуда ешқандай қиын емес. Ең бастысы, оң жақты біз көрсетіп тұрса кетті, сол жақты көрсетіп тұрса қалды деген сөзді қолданамыз. Және де жартыны бөлгеннен кейін келесі сол жаққа қарай өткен кезде, жартыдан сол жаққа қарай өткен кезде бізге көмекке келеді оң жақтағы сағаттың сыртындағы мына сандар. Осы сандарды жаттап аламыз және де бір-біріне қарама-қарсы сандарды айта отырып, біз соның сыртындағы сандар 5, 10, 15, 20, 25 деген сандарды қолданып отырып, біз жұмыс жасайды екенбіз. Және 30-ға келген кезде жарым деп айтамыз, ал 12-ні көрсетіп тұрса, үлкені де кішісі де ол кезде 0-0 деп айтатын боламыз. Осыны есімізден сақтаймыз. Және де біз ұмытпаймыз, қысқа тілі сағатта, ұзын тілі минутты көрсетеді. Қысқа тілі көрсетіп тұрған саннан бастап сөйлейміз. Ал оң жақта келген кезде, ал сол жаққа қарай өткен кезде сағаттың қысқа тілі көрсетіп тұрған саннан кейінгі санды айтамыз. Сөйтіп барып сөйлейміз. Мінекей, сағатты жаттау осылай болады. Ешқандай қиын емес, ең бастысы негізгі ережелер жаттап алса болғаны. Егер сізге осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деген батырманы баса кетіңіз. Сол кезде менің салған видеомды алғашқы болып көретін боласыз. Және жүрекшені басып, пікір жаза кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.